Сәлем достар, бүгін осындай маковый пирог жасаймыз. Ең алдымен макымызға ыстық су құйып 15 минутқа қойып қоямыз. Енді песочный тестамызды жасаймыз. Жұмыртқа мен қантымызды қосып араластырамыз. Оның үстіне ерітілген сары майымызды қосамыз. Және де үстіне електен өткізілген ұн мен қамыр қопсытқышын қосамыз. Енді жақсылап қамыр илейміз. Бізде осындай жұмсақ қамыр шығу қажет. Енді формамызға салып бортиктарын шығаратын боламыз. Одан кейін тоңазытқышқа салып қоямыз. Енді салмасын дайындайтын боламыз. Творогымыз бен жұмыртқамызды блендермен езіп аламыз. Үстіне қант, ванилин және кукурузный крахмал қосып, тағы да блендермен езіп алатын боламыз. Басқа ыдысымызға жарты салмасын бөліп аламыз. Қалғанына мақ қосамыз. Енді тоңазытқыштан формамызды алып, кезек-кезекпен тура видеодағыдай салмасын толтыратын боламыз. 180 градуста қызып тұрған пешімізде 50 минутте пісіріп алатын боламыз. Пирогымыз дайын болды. Өте дәмді пирог шықты. Істеп көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Егер де менің рецептім ұнап жатса, тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.